Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі пайдалы, оңай жасалатын салатты құрамымен бөлісемін. Ең алдымен брокколиді жақсылап жуып, оны видеодағыдай кесеміз. Брокколидің сарғайған жерлерін пышақпен алып тастаймыз. Енді туралған брокколиді қайнап тұрған ыстық суда 3-4 минут тұз салып пісіріп аламыз. Келесі піскен брокколиді судан алып, оны бір ыдысқа саламыз. Енді 2 кішкентай қиярды ортасынан бөліп тураймыз. Келесі қызыл пияздың жартысын ұзынша қылып турап аламыз. Келесі 10 дана черри қызанағын ортасынан бірлет кесіп, қиярдың үстіне саламыз. Енді кесілген көкөністердің үстіне жаңағы піскен брокколиді салып, одан кейін аздап қара зәйтүнді қосып араластырамыз. Келесі салаттың тұздығын дайындаймыз. Ол үшін бізге 20 грамм зәйтүн майы немесе сұйық майды қолдануларыңызға болады. Және де жарты шай қасық бальзамический соусты құямыз. Одан кейін аздап тұз саламыз. Және де 1 шай қасық лимонның сығындысы жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған тұздығымызды салатқа құйып, салатты жақсылап араластырамыз. Келесі дайын болған салатымызды тарелкаға саламыз. Келесі салатымызды тарелкаға салып алған соң, оның жан-жағына осындай творожный сырды 2 қасықпен алып жан-жағына қойып шығамыз. Творожный сырдың орнына брынза қолдансаңыздар да болады. Міне достар, салатымыз дайын. Өте дәмді болды әрі пайдалы. Қонақ келгенде бұл салатты жасауларыңызға болады. Достар, менің жұмысымды бағалап, мені қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.